Азаматтар, мынау дін оққан азаматтардан сұраңыздаршы. Сабыр деген сөз, басыңа тышып қойса да үндемей көну деген сөз емес. Сабыр деген сөз, біреу сенің көзіңше қатыныңды чырылдатып, зорлап, басқыншылық жасап жатса, сабыр қылайық деп күтіп отыру емес. Сабыр деген сөз, біреу сенің қызыңды чыңғыртып, ойбайлатып, зорлап, басқыншылық жасап жатса, сабыр деп құман алып, дәрет алып, тахажжуд оқиын деп, Құдайдан сабыр сұрайын деп емес. Сабыр деген сөздің мағынасын алдымен түсініп алып, елге сабыр деп айтыңдар. Мына дүниеде білмегеннен гөрі шала білген ең жаман. Не тұл білме, надан бол, надан екен ғой деп ел түсіністікпен қарайды. Не біл, түбіне жетіп біл. Дүниеде шала білген, шала молда, ол дұрыс емес. Ең жаманы сол. Сабыр деген не? Исламда айтылатын сабыр деген не? Аллахтың 99 көркем есімінің біреусі әс-сабыр деп айтамыз. Сабыр, араб тілінде сабыр деп жазады. Ысы жоқ, сабыр деп жазады. Арабтың өз тілінде. Бұл сабыр не? Барлыққа да сабыр, жоққа да сабыр. Бергенге де сабыр, бермегенге де сабыр. Бала берсе де, берген балаға сабыр қыласың, бала бермесе бермегенде сабыр. Ырыздық берсе бергенде сабыр қыласың, ырыздық бермесе бермегенде сабыр қыласың. Бұл сабыр берген байлықтыға да сабыр ету, асып таспау. Басыңа түскен жоқшылыққа да сабыр ету, барлыққа да жоққа да сабыр ету. Бұл сабыр үнсіз көну дегенді білдірмейді. Біз мына сабыр деген сөзді алдымен оның шариғи мағынасын түсініп алайық. Сөздік мағынасын ғана емес. Сол сөздік мағынасы, шариғи мағынасы деп тұрып бөлінеді сөздің мағынасы. Содан кейін, мына халықты арызданыңдар, арыз беріңдер десек, сабыр қылайық деген адамдарды мен сөздің шынын айтайын. Осы сөзді естіген кезде оның толық мағынасын түсінбей тұрып айтқан адамды көргенде бар ғой. Енді зығырданым қайнап кетеді бар ғой, зығырданым қайнап кетеді. Қазағың онсызда ез болып, ынжық болып, туған інісін 10 жылға соттап жіберсе, жалғыз апайы арыз бермей кетіп қалды өткенде. Біздің офиске келіп тұрды. Пәле болады дейді. Өзі өкек, өзі қорқақ, өзі надан, өзі білмейтін және білгеннің тілін алмайтын осы қазаққа сен барып сабыр деп айтпаш. Қазақ ұшқалақ болып бірдеңені өртеп па, бірдеңені бүлдіріп па, Қытайдан территория талап қып па, Қытайда бір теракті ұйымдастырып па, бұл қазақты Қытай сөйтіп қорлайтындай, сондай бір табанына таптайтындай қазақтың не жазығы бар? Енді сол қазақтың құқы тапталып жатқандығын мынау Қазақстанның билігі білсін, атқа мінген азаматтар білсін, күллі әлем білсін, ашық ақпаратқа шық, арызыңды жазбаша жаз, видеомен жаз, әлем білсін мына сұмдық оқиғаны. Егер мына жылдамдықпен кетсе, Қытайда қазақ қалмайды. Дәл қазір 500 мың қазақ түрмеде отыр дейді. Кім айтты? Біз айттық па? Әлемдік ақпарат айтып жатыр. Ауылдарда еркек-кіндікті қалмаған, жерлер егіндер егілмей қалған осы көктемде. Еркегі жоқ үйлерге Қытайдың еркектерін әкеп кіргізіп жатыр. Қаншама әйел қорлыққа шыдамай асылып өліп жатыр, біздің қолымызда деректер бар. Үрейде адамдар асылып буынып өліп жатыр, біздің қолымызда деректер бар. Түрмеде өлген молдаларың қанша? Жастарын қанша? Тек Қазақстанда оқып жатқан студенттерді алдап, арбап, үркітіп, қорқытып, кері қайтарып, осы уақытқа дейін Қазақстан қайтып оралмаған, Қытайда түрмеде жатқан студенттің біз ең алғаш 3 ай бұрын 41 студенттің тізімдігін газетте жарияладық. Одан кейін 79 студенттің тізімдігін Абай Кз порталында жарияладық. Осыдан бір апта бұрын мен оқырмандарым, менің тыңдармандарым 2 мықты азамат, аттарын айтпайын, Алматыдағы Алатау ресторанында үлкен қонағасы берді. Қытайдан түрмеден босап шыққан азаматтардың құрметіне, екі жаққа айырылып қалған отбасылардың, тірі жетім, тірі жесірлердің жаңағы құрметіне деп соларға бір ауызашар берді. Сонда сол жігіттердің ауызашарына барып, ертерек барып әңгімелесіп отырғанда 98-ші студенттің тізімдігі дәлелденді.
Қызылордада оқитын студент екен. Ал 98 студент, 98 әулеттің тұқымы. Солар Қытайға барып түрмеде отыр. Қытайлар алдап, арбап, үркітіп, қорқытып шақырды. Ал енді солардың туыстары арыздану керек. Алды 1 жыл болған келмегенне. Солардың туыстарын бірі надан, бірі қорқақ келгенне 10 күн келмей қойғанына 10 күн болғанда арыздану тиіс еді. Неге? Өзі надан, өзі қорқақ, өзі қоя беріп қалар деп жоқтан өзгеге үміттенгіш, жоқтан өзге нәрсеге сенгіш. Осы қазақты енді мынау шала молдалар сабыр деген сөзбенен аздырмаңдар, айналайындар, мына халықты оята алмай әлек болып жатқанда, онсыз да наркоздың үстіне наркоз беріп, Қытайдың жалдамалы жазғыштары оларды ұйықтай түс арызданба, пәле болады, ойбай, анау шпион, мынау шпион, тыныш отырыңдар, дипломатиямен шешеміз, біз айғайласақ дипломатия бұзылып қалады, о жақта 500 мың қазақ сотталса, өлтірсе дипломатия бұзылмайды деп оттап жатқанда, мына надан халқымызды, мына сенгіш аңқау, сәби, жаңа туған сәби баладай сенгіш халқымызды оята алмай, басын жұлқып, сілкінеп, төбесіне су құйып, оян қазақ, құқыңды қорға деп жатқанда, енді сол қазаққа мына шала молда дүмшелер келіп, сабыр деген сөзді айтпаңдаршы, айналайындар. Сендер, оян қазақ, әр қазақ өзінің құқы қорғалсын. Кімнің туысы сотталды, кімнің туысы атылды, кімнің туысы түрмеде өлтірді, кімнің туысы саяси үйрену дейтін концлагер түрмеге қамалды. Кеше Сайрагүл Сауытбайдың күйеуі Вәли Ислам кешегі ютубтегі сұмдық деген видеоны көріңдер, біз тікелей эфир жасадық. Концлагер саяси үйрену деген түрмеден де жаман деп айтып отыр. Сайрагүл Сауытбайды білесіздер? Мына Қытайға қайтарылуы мүмкін деп тұтқындалған әйел. Ұлттық қауіпсіздік комитеті не деп мәлімдеме жариялады? Ол шекарадан заңсыз өтіпті деген сайттар жазды. Ал оның күйеуі айтады, күйеуі және 2 баласы Қазақстан азаматы. Сайрагүл Сауытбай Қытай азаматы. Қытайда саяси үйрену концлагерінде жұмыста болған, құпиялықтарды біледі, сондықтан Қытай оны алдыртып алмақшы. Енді неше түрлі ақпараттар бар бұл туралы. Кеше баспасөз мәслихаты болды, телеканалдар 31 КТК Еуразия бәрі жазды, Абай KZ жазды, тағы да ең бірінші. Алдың күні сол Сайрагүл Сауытбайдың қайнысы, Вәли Исламның немерелес інісі бүкіл ақпарат шулатты, видео мәлімдеме жариялады. Жеңгемді алып кетпекші Қытайлар деді. Міне бүгін тұтас әлем шулап жатыр. Міне халық енді оянып, өзінің құқын қорғап жатқанда, ей айналайын шалалар, дүмшелер, сабыр деген сөзді айтпаңдаршы. Қазағың онсыз да сабыр. Қазақтың сабырлығы 100%-дан асып кетті, 1,000,000%. Қазақтың сабырлығы 100 градус емес, 1,000,000 градус. Егер оған бір термин қойсақ, оған бір бірлік өлшем бекітсек, басқа халықтардағы сабыр дейтін нәрсені бір шкаламен, бір өлшеммен, немесе бір грамм деп бір атаумен қойсақ, мысалы Қытайдың сабырлығын 50 грамм десек, ұйғырдың сабырлығын 60 грамм десек, қазақтың сабырлығын, мысалы ағылшынның сабырлығы 70 грамм, орыстың сабырлығы 71 грамм деп сөйтейікші, арабтың сабырлығы 80 грамм деп сөйтейік, Қазақтың сабырлылығы, егер осы тырнақша ішіндегі сабырлықты айтсақ, қазақтың сабырлығы 1,000,000 тонна. 1,000,000 тонна. Бізге не керек қазір? Бізге ақыл керек, бізге ар мен ұждан керек, бізге намыс керек, бізге ояну керек. Әрбір құқы тапталған қазақты, туысыңды, жерлесіңді, ұстазыңды, ауылыңды, құдаңды, құдаңның құдасын, құйрығың сорпасын Қытайлар тұтқынға алса, түрмеге алса, соны ақпаратқа шығар, елордаға жаз, сыртқы істер министрлігіне жаз, ұлттық қауіпсіздік комитетіне жаз, Нұр Отанға жаз, сыртқы істер министрлігіне, ішкі істер министрлігіне жаз, ақпаратқа шығар, Қытайдың қылмысын әшкереле. Арыз жаз. Қазақ ешкімнің алдында кінәлі емес. Қазақ Қытайда теракті жасаған жоқ. Қазақ Қытайдан территория талап еткен жоқ. Қазақ лаңкес емес. Осы қазақты біз оята алмай жатсақ, осы қазақты орныңнан тұр деп жатсақ, сендер
сабыр деп ұйықтата түспеңдер. Онсыз да Қытайдың жалдамалы жазғыштары неше түрлі өсек аяң таратып, ойбай босатып жатыр, шығарып жатыр екен, ойбай анау қызметінен ауысыпты, ойбай мынау келіпті, ойбай елші ауысыпты, енді бәрі шешіледі екен, ойбай анау рак екен, ойбай ол өлгелі жатыр екен, ойбай енді бәрі дұрыс болады екен деп, ойбай арыздансаң пәле болады екен деп, қысқасы қазақты наркоздағанның үстіне наркоздап, ұйқы дәрісінің үстіне ұйқы дәрі беріп, қазақтың басын көтертпеу үшін қарекет жасап жатқанда айналайын чала молдалар, чала дүмшелер толық білмейтін шариғатыңды айтып мына қазақтың миын ашытпа. Егер сен шынайы діндар болсаң, сен осы уақытқа дейін қайда қалдың? Сен шынайы діндар болсаң, екіге айырылған отбасыларға, тірі жетім, тірі жесірлерге жасаған көмегің қане? Егер сен шынайы діндар, тақуа болсаң, солардың атын атап тұрып, Қытайдағы жағдайды атап тұрып, бір дұға жасадың ба мешітте? Егер сен шынайы діндар болсаң, жазған бір мақалаң қане? Біз Қытайдан қорқамыз ба, Құдайдан қорқамыз ба? Өзінің құқын қорғамақшы болып орнынан тұрған қазаққа шала шариғатыңды айтып, миын ашытпашы. Қазақ енді оянып келе жатыр. Ұйқыдағы қазақ, бодандықтағы қазақ, тобырлық сана, құлдық сана, қаннан өтіп, еттен өтіп, сүйекке жетіп, қанға дарып кеткен рәттің клеткасы ұқсап, сол қазақты оята алмай алаш арыстар өліп кетті. Сол қазақты оян, құқыңды қорға, ашық деп біз әлек болып жатырмыз. Енді сол осы жұмыспен біздің ұрпағымыз енді 100 жылдан кенде оян қазақ деп жыламасын десең, сенің және біздің баламыз, біздің ұрпағымыз Қытайдың құлы болмасын десең, қазақ орнынан тұрсын, ұлттық намысын қолына алсын. Ата-бабамыздың өрлік рухын іздеп жүріп табайық. Намысымызды Қытайға бермейік. Қытайдың құлы болмайық десек, мына ұлан-ғайыр даладан айырылып қалмайық десек, мына Құдай берген тәуелсіздіктен айырылып қалма десек, мына отанымызды, егемендігімізді ұстап отырайық десек, осы жерде Алла бір Құранға пайғамбар шын деп, осы жерде ла илаха иллалла Мұхаммед Расулалла деп, осы жерде сенетін дінімізге сеніп, осы жерде азат еркін қазақ болып, қиямет қайымға дейін, заман ақыр жер тақыр болғанға дейін азат еркін қазақ болып өмір сүреміз десек, ұрпағымыз Қытайға құл болмасын десек, оян қазақ. Азаматтар, мынау дін оққан азаматтардан сұраңыздар.